Елімізде білім депозиттерінің сыйақы мөлшері 2 есеге артты. Соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш 8%-дан 14%-ға дейін ұлғайып отыр. Білім және ғылым министрлігінің қаржы орталығындағылар басты мақсат халықтың бағдарламаға сенімін арттырып, білімді қолжетімді ету дейді. Бағдарлама ақылы оқу кезінде студенттерге қаржылық қолдау көрсетуге қарастырылған. Оны жүзеге асыруда Малайзия, Канада және ақш сынды елдердің тәжірибесі ескеріліпті. 6 ТМД елдерінің арасында тек Қазақстанда ғана іске асырылуда. Бұл бағдарлама өте ыңғайлы. Әрбір ата-ана қазірден бастап өзінің баласын жарқын болашағын ойлап, қазірден бастап өздерінің қалтасының жағдайына байланысты ай сайын болса да 3 айда бір рет салуына болады. Әр айда нақты осы соманы салып тұру деген талап жоқ. Еуразия ұлттық университетінің студенті Әлішер Өмірзақ осы бағдарламаға алғашқылардың бірі болып қатысқан. Ол мектеп қабырғасында жүріп, жоғары оқуға қаражат жинай бастапты. Бұған еш өкінбеймін дейді ол. Керісінше, қаржы мәселесін уайымдамай, бар көңілін оқуға бөлуде. Әлішер сынды бағдарламаға сеніп қатыса бастағандардың саны 15 мыңға жетіп отыр. 9 сыныпта осы депозиттің салымшысы болып енгізілген болатын. Сол уақыттан бері 2 жылдың көлемінде жаз айларында жұмыс істеу арқылы бірнеше қаражат жинағаным мені қуантады. Себебі бүгінде Еуразия ұлттық университетінің студенті болып атанғанымда маған осы қаражаттың үлкен көмек тиюде. Пайыздық үстемақысы әрине ол біз үшін, жастар үшін өте қолайлы дегім келеді. Қаржы орталығында жинақтау салымдарынан бөлек білім несиесін де алуға болады. Оның басты ерекшелігі кепілдіктің болмауында. Бұл жүкті орталық өз мойнына алып отыр. Несие студенттің атына рәсімделеді. Студент өзінің кез келген уақытында кез келген семестрде қаражаты жоқ болған жағдайда сол банкке жүгініп, өзі несиесін рәсімдеп, әрі қарай ақшасын оқуын төлеп оқи беруіне мүмкіндігі бар. Және де бір артықшылығы, студент оқуды оқып жүрген кезде тек банктың пайыздарын төлеп тұрады. Ал негізгі сома оқуды бітіргеннен кейін, жарты жылдан кейін басталады. 11 жылда мұндай несиені 6 мыңнан астам адам алған. Оны кез келген адам ресімдей алады, тек қажетті құжаттар болса болғаны.